Ассалаумағалейкум қазақ елі. Ақырғы кезде бұқаралық ақпарат жүйелерінде бәр жерде қарасаңыздар, атом электростанциясын мақтаған өңшен жағымпаз адамдардың жарнамаларын көресіздер. Ол біздің келешегіміздің, болашағымыздың өркендеуінің болсады деген сияқты, неше сияқты сондай дебаттар өтіп жатыр. Жәнегі ашық алан деген бағдарлама болды осы жолы. Ерғанат Көпжасар мен экологтар келеді, өздері дұрыс жауап бере алмайды. Негізі петиция жасау керек өкімет. Мен атом электростанциясына қарсымын деген. Екіншісі, мен атом станциясын қолдаймын деген. Болды. Референдумға миллиардтап ақшаны бөлудің қажеті жоқ. Халықтың бүкіл бәрі қарсы. Мен өзім де қарсым. Қаншама адамдар бар, туыстар, таныстар, бәрі қарсы. Сондықтан мына өтірік референдум қазір тағы да сайлау сияқты өтеді. Соған өз басым 100% сенімдім. Өтірік референдум керек жоқ. 21 ғасырда бәрі егов арқылы болсын, немесе e-petition арқылы болсын. Сондай әділетті түрде өту керек деп санаймын. Ал атом электростанциясы бізге ол өзі 15 жыл салынады дейді. Керек емес. 20-40 жыл жұмыс істейді. Содан кейін оны қайтадан бұзу керек, утилизация жасау керек. Оған тағы да миллиардтаған доллар кетеді. Ертең күні радиациялық фон шығады. Оның бәрі ешқайда кетіп қалмайды. Сол туралы телевизордан неге халыққа айтпайсыздар? Жақсы жағын айтасыздар. Оны білеміз. Жаман жағын да айту керек. Медальдің екі жағы болады. Екі жағында көрсетіп халыққа жеткізу керек. Сонда халық ойланады. Сонда халық біледі. Әйтпесе атом электростанция Фукусима деген жерде болды, я Чернобыль атом электростанциясы болды. Сол бізге қайтадан қажет емес. Міне, күн шығып тұр. Жап-жарық боп. Жел соғып тұр. Соны қолданайық. Референдум ақшаны ауаға шашқан. Кәдімгідей миллиардтаған ақшаны ауаға шашқан. Керек емес. E-petition немесе егов арқылы, Каспий арқылы, немесе кез келген құралды қолданып, үйде отырып ақ, ешқайда бармай-ақ, өтірік мына қағаздарды, қаншама тонна қағазды бытшытын шығарып, халықты жүргізіп істейтін референдум керек жоқ. Қазіргі таңда 21 ғасырда цифровизация дейді. Үйде отырып беру керек. Үйде отырып бергенде мәселе не болады? Соны кім біледі? Сол кезде шындық болады. Содан сол Путиннің атом электростанциясын салушылар қолдап отыр. Өкінішке орай дұрыс емес. Ресейдің бодандығы бізге керек емес. Сонымен қатар Балқаш көлімізге ертең күні не болатын кім білет? Экологтар ештеңке болмайды дейді. Қаншама мыңдаған шаршы метр, куб метр деді ғой, су қолданылады. Реакторды суыту үшін ертең күні тоқтатқан өзінде қаншама миллиондап су арқылы өтеді, сол реактор арқылы өтеді. Сонымен қатар Семей полигонын ұмытпауымыз керек. Атом бомбалардың қаншама жарды, қаншама зардап шегіп жатыр. Әлі күнге дейін сол жақтан халқымыз, біздің қазағымыз, соны біз ұмытпауымыз керек. Атом электростанциясы бізге керек жоқ. Кішкентай Қазақстанға 20 миллион халықмен атом электростанция салып қажеті жоқ деп ойлаймын өз басым.